Қайырлы күн. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті филология факультетінің қазақ тілі және әдебиеті кафедрасы қазақ тілі және әдебиеті мұғалімдер даярлау мамандығының 2091-2 студенттері ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің мерейтойына орай ұйымдастырылған челленджді бастаймыз. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбеңнен көп алыса жатады. Шын білім, ақиқат, анық білім, ғылым адам санасына орны бөлек, ерекше, ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ұялайды. Өз ісінің білгірі һәм шебер атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай іс істер болсаңыз да, игілігін көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсылық пен жамандылықтың ара-жігін ашуына көмектесетін күш. Ғылым үйренем деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері, тілек мақсаты, ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу кәсіпқұмарлыққа ұқсас әрекет. Мұнда болмасқа керек.